Тұрсын Жұмабекқызы, регламент қалған сақтаңыз. Құрметті конференцияға қатысушылар, қадірлі әріптестер, баршаңызды Асқар Алатаудың баурайындағы әсем қаламыз Алматыда бүгінгі маңызды басқосуда көріп отырғаныма қуаныштымын. Осы орайлы сәтті пайдаланып, Атырау облысы мемлекеттік архивінің басшысы Айдана Балашованың атынан және өз атынан ұйымдастырушы тарапқа ризашылығымды білдіремін. Биыл іргесі қаланғанына 385 жыл толады. Ал орта ғасырлық Ақтөбе Лаети қалашығымен сабақтасына қарасақ, 9 жылдық тарихты еңсеріп отырған атыраулықтардың ыстық ықыласын қабыл алғайсыздар. Қымбатты қауым, баяндама ұзақ болғандықтан алтын уақыттарыңызды алмай қысқа қайыруға тура келеді. Баршаңызға белгілі, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен биыл ұлы жеңістің 80 жылдығы кең көлемде аталып өтілмек. Мемлекет басшысы өзінің сөйлеген сөзінде бұл бостандық пен әділдік ұғымдарын ту етіп, майданда жан қиярлықпен шайқасқан, тылда еңбек еткен барша қазақстандықтарға көрсетілген құрмет, батырларымыздың теңдессіз ерлігін ұрпақ жадында сақтау парызымыз деп атап өткен болатын. Осыған орай Атырау облысының мемлекеттік архиві бірқатар маңызды бастамаларды жүзеге асыруда. Сонымен қатар, соғыс жылдарындағы құжаттардың қолжетімдігі мен зерттеу нысанына айналуына назар аударып отыр. Атап айтсақ, біздің облыстық архив қызметкерлерінің қажырлы еңбегінің арқасында Қазақстандық Парахоккей Федерациясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің Атырау облысындағы басшысы Анвар Иманалиев өзінің атасы туралы бұған дейін белгісіз болып келіп келген 33 тарихи құжатқа қол жеткізіп отыр. Оның екінші дүниежүзілік соғыста ерлік көрсеткен атасы Басар Иманалиев туралы жаңадан табылған осы тың деректер тек бір әулет үшін ғана емес, еліміздің тарихының соғыс жылдарындағы кезеңін зерттеуде маңызды мәлімет болатынына сенімдіміз. Жалпы майдангер ата-әжелерімізбен қоса, бұрын-соңды есімі мен ерлігі ескерілмей қалған батырларды тануға соңғы жылдары халық тарапынан қызығушылық танытты. Бұл жағдайда бізге, яғни архившілерге барлық тиісті талаптарды сақтай отырып, жалпы жұртшылықпен байланысты нығайта түсу маңызды болмақ. Қазақтың қаһарман қызы Хиуаз Доспанова және оның майданда сапасын ерлігі туралы айту мен үшін әрқашан зор мәртебе. Майданда айрықша ерліктермен көзге түссе де, Хиуаз есімі бастап көп жылдар бойы елеусіз болып келді. Атыраулық бастамашы топтың ұсынысымен қоғам қайраткерлері қолдап, Хиуаз Доспанова есімі Атырау халықаралық әуежайына берілді. Елдің санасын серпілтіп, Хиуаздың ерліктері қайта жаңғырды. Баянды бастама өзге облыстарға да үлгі болып, әлемі мәншік есімдері де дәл осылай ұлықталды. Атыраулық тарихшы Жұмабай Доспановтың екінші дүниежүзілік соғыстағы қазақ офицерлері атты 25 томдық зерттеу еңбектерінде көптеген офицер қазақ қыздары туралы мәлімет жинақталған. Ресми деректерде Қазақстаннан соғыс даласына жалпы саны 5 мыңнан астам ауыр аттанды десе, саналы ғұмырын осы салаға арнап отырған зерттеуші Жұмабай Доспановтың мәліметтерінде 8 мыңға жуық әйел адамдар соғысқа аттанған. Осы қатарда орталық Азия елдерінен шыққан ұшқыш штурман гвардияға лейтенанты Хиуаз Доспанова да бар. Өз өтінішімен соғысқа аттанып, Қаршадайынан әйгілі Марина Расковамен ұшсам деп қиялдаған қыздың арманы соғыс жылында орындалды. Майдандастары арасында қанатты қызаттанған ол кішкентай ғана фанера ұшақпен 300 реттен аса аспанға көтеріліп, әскери тапсырмаларды мүлтіксіз орындады. Бұл сол жылдары екі мәрте Кеңес одағының батыр атағын алған ұшқыштардан кейін емес көрсеткіш болатын. Оның үстіне Хиуаз Доспанова ауыр жарақатына қарамастан достары көтеріп ұшаққа отырғызса болды, жау әскеріне қырғидай тиіп қайта келіп отырған. Оның ерен ерліктермен ұшақты меңгеру шеберлігі туралы майдандастарының естеліктері жеткілікті. Алайда нағыз қаһарман ұшқыш штурман Хиуаз Доспановаға кеңес одағының батыр атағы берілмеді. Ол туралы соғыс ардагерлері Қанапи Ахметов, Сағынғали Сейітов, аузы дуалы халық жазушы Әзілхан Нұршарипов сияқты ағаларымыз айтты, жазды. Алайда айтылып және жазылғаннан нәтиже шықпағаннан соң қазақтың батыр қызының есімін ел ұмытпайтын етуді бір ғана жол қалған болатын. Ол туған жеріндегі халықаралық әуежайды Хиуаз Доспанова есімімен атау және әуе компанияларына әуежайдың атын толықтай айтуды талап ету. 2010 жылы қоғам назарын аударған осы бастаманың 10 жылдан соң жүзеге асуы ол әділдік болғаны сөзсіз. Тағы бір қаһарман қызымыз Қамқа Үмбеталина туралы кейінгі жылдары ғана жан-жақты айта бастады. Батыс Қазақстанда дүниеге келіп, Гурьевте орта мектепті бітіріп, сол Гурьевтен 19 жасында майданға аттанды өз өтінішімен. Қаршадай қыз ауыр бомбаларды ұшақтарға
қолмен тиген. Ол әуе қарулы күштері құрамында 3 жылдан аса әскери борышын өтеді. Жапониядағы квантум армиясымен соғысқа да қатысты. Бірде өрімдей бомбалаушы қыз қамқа отырған Дуглас ұшағына снаряд тиіп қалғанда қамқаның өмірін парашютпен ағаш сақтап қалды. Сол жолғы ерлігі үшін жігерлі қыз екінші дәрежелі қызыл жұлдыз орденімен марапатталды. Кейін ол Маңғыстау облысына жолдамамен ауысты. Мұнай саласында ұзақ жыл еңбек етті. Қазақстанның еңбек сіңірген геолог барлаушысы, 90-шы жылдарға дейін Қазақ мұнай газ барлау трестінде лаборант, коллектор, инженер, химия лабораториясының аға инженері қызметтерін атқарған. Екінші дәрежелі отан соғысымен орденімен және бірқатар медалмен марапатталған. Отан соғысының ардагері, қазақ мұнайын өндірісін игеруге, Қазақстанның экономикасын дамытуға зор үлес қосқан геолог, ардагер мұнайшы Қамқа Жанұярқызы Үмбетайна 97 жасына қараған шағында дүниеден өтті. Қан майдандағы өз еркімен кетіп, жеңісті жақындатқан, алайда есімі ескеріліп насихатталу аз болған қазақ қыздарының қатарында зенитші Ажар Оразғалиева да бар. Ажар апамыз 18 жасында өз өтінішімен 1943 жылы туған жері Гурьевтен 17 қыз болып майданға аттанған. Алдымен оларды 416-шы Сталинград атқыштар дивизиясында бөліп, зеңбіректерді меңгертуді оқытқан. Бір айдан кейін нағыз зенитші болып майданға араласады. Курс тоғасында басталған бұның майдан жолы Харьковте, Орелда, Львов, Киев, Румыния бағытымен жалғасады. Осы жерден кеңес әскерлері Берлинге келеді. Ажар апай Рейхстагқа ту тіккен сарбаздардың шаттанғандарын өз көзімен көргендерінің бірі болды. Ауылына келген соң Ажар апамыз Қабидоллаевты майдангерге тұрмысқа шығып, алтын құрсақты ана атанып, ұзақ жыл өмір сүрді. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында әсіресе Гурьев облысының стратегиялық маңызы зор болды. Оны тарихшыларымыз біледі. Себебі бұл жақты майданға тасымал жасау қолайлы болды. Кеңес әскерлерін жанар жағармаймен, азық-түлікпен және киім-кешекпен қамтамасыз етуге жөнелтілетін жүк туралы мәліметтер біздің архивте жүйелі сақталған. Зерттеушілер үшін ол қолжетімді. Майданға кеткен ер азаматтар мен білікті мамандардың орнына келген әйел мұнайшылар өндіріс көлемін еселеп арттырмаса төмен түсірген жоқ. Мысалы, Атырау облыстық мемлекеттік архивінің қорындағы мәліметтерде Сапи Өтебаев басқарған еңбек мұнайшылар 1940 жылға дейін қарағанда 41 жылы 2 есе көп мұнай берген. Архив деректерінен біз Атырау өңірі майданға мұнай, балық және де өзге де азық-түлік өнімдері мен жылы киімдерді көптеп жібергенін байқаймыз. Осыған орай, соғыс жылдарында теміржол құрылысы жүргізілді. Оның ауыр жұмысына әрине өңірдің қыз-келіншектері мен қабырғасы қатпаған бүлдіршіндерге дейін атсалысты. Атырау облысының малшылары мен егіншілері де майданға азық-түлікпен барынша көмектесті. Гурьев облысы бойынша майданға кеткен ер азаматтарды жоқтатпай, шаруашылықтың қай саласында болсын аянбай кеткен әйел адамдар аз болған жоқ. 1941 жылдың аяғында мұнай кәсіпшілігінде жұмыс істейтін әйелдер саны 2386-ға дейін жетті. Тіпті ең ауыр деген бұрғылау жұмысына әйелдер араласып, табандық танытты. Мысалы, бір жылдың ішінде 132 қыз бұрғылау жұмысына тез үйреніп, тереңде жатқан мұнайлы қабаттарға іс салып, ағалар ісін тоқтатпай жалғастырды. Олардың қатарында Таужанова, Қаспаева, Махамбетова, Алтаева, Түйеғалиева, Байжанова, Құбашева, Власовалар бар. Тарихи мәліметтерде 1940 жылы мұнай саласында 7719 адам еңбек етсе, 1944 жылы олардың саны мамандары мен ер азаматтардың соғысқа аттанғанына қарамастан қарқынды өсіп, 9457-ге дейін жеткен. Қазақстан әйелдерінің жеңіске қосқан үлесін айтқанда, Гурьев мұнай техникумының студенттеріне ескерусіз қалдыра алмаймыз. Соғысқа аттанған ер азаматтардың орнының бағанасы бекімеген, әлі қабырғасы қатпағанына қарамастан жас студенттерді аянбай кірісті. Соғыс жылдарында әйелдерді ынталандыру мақсатында социалистік жарысқа барынша өрістетілді. Осылай майдандағы жауынгерлер ерлігін тыңдаған мұнайшы әйелдер де жалғастырып жатты. Осы орайда бірқатар есімдерді атап, нақты мысалдар келтіре кеткенін жөн көріп отырмын. Атап айтқанда, атыраулық Балғаным Дұспаева екінші дүниежүзілік соғыс кезінде майданға кеткен ер азаматтардың жүгін арқалап, мұнай өндіру сияқты ауыр жұмысқа тайсалмай кірісті. Бүкіл кеңес одағы елдері арасынан тұңғыш рет мұнай өндіру учаскесін құрып, оған басшылық жасады. Балғаным Дұспаева жетекшілік еткен қыз-келіншектерден тұратын бригада жоспарды үнемі 150%-ға асыра орындап, абырой атақтар сол кезден баспасөз беттеріне жазылып, сонау майдандағы жауынгерлерге жетіп жатты. Осылайша ол Байшоназ мұнай кәсіпшілігінде 45 жыл бойы тапжылмай еңбек етті. Қазақстан Советтер Республикалық одағының жоғарғы кеңесінің депутаттығына 3 мәрте сайланған алғашқы қазақ әйел болды.